Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін бізде 22-сі. Мен қазір школға барып жатыр қыздармен. Қыздар болған Зарина-мен ғана. Алдын влогта айтқан болатын барамыз деп. Қазір сол школыма барам, школымды көрсетемін сіздерге. Мен өзімнің школмен мақтанамын. Сөйта оққанмын, мен Төле би атындағы орта мектепте оққанмын. Шу қаласындағы. Біз Айкамен кездестік. Қазір тамақ жатыр. Біз всегда осыны гамбургер жейтіміз бұрында. Қандай чувство? Я радостная. Меня переполняет радость, воспоминания. Все, школымыздан кеттік. Мен уже барып келе жатырмын, барлық жұмыстарымды бітіріп. Школдан кейін еще неге бардым? Поликлиникаға. Мен де осы жылдардың мақсаттарына, мен әлі оны видео түсірген жоқпын. Или түсіріп қойдым ба, білмеймін, влогтың қалай шығатын. Короче, осы жылдардың мақсаты ретінде өзімнің денсаулығымды реттеп, барлық анализдар, барлық, короче, бүткіл денемді, денсаулығымды бастан аяққа дейін тексергім келген болатын, қаралып көргенге, там профилактика дейді ғой, солай өзімді көргім келген болатын. Сол мақсат қойған болатым алдыма, соның орындап жатырмын жайлап. Бүгін барып қаралдым, жүрегімді қараттық, солай, короче. И ертең тағы да, ертең анализ тапсырамыз. Бүгін анализ тапсыруға ұйықтап қалдым, школға барам деп шештім. Сол ертең соны жасаймыз. И стоматологқа барам, түсті де профилактика жасап қаралып, не болады екен, не жағдай болады екен, соны көругем. Вот. Мектепте негізі бүгін ойлағам, көп түсіремін деп. Бірақ та мектепте мұғалімдермен өте көп әңгіме айттық, барлығын еске алдық. Негізінде мектепке барып тұрған жақсы, барлық мұғалімдер қатты қуанып қалды. Сіздер қанша үлкен болып кетсеңіздер де мұғалімдер сіздерді ұмытпайды, сіздерді әрқашанда күтеді. Сондықтан да мұғалімдерге, мектептеріңізге барып тұрыңыздар. Менің кеңес. Еще барлық мені көретін көрермендерім келіп емен суретке түсті. Үлкен рахмет барлықтарыңызға. Мектебіме үлкен рахмет. Мен осылай өте образованный, қалай айтсам болады, ответственный адам ретінде тәрбиелеп оқытып шығарғандарына. Еще мен мектептегі өмірім өте жақсы, өте продуктивный өте десем болады. Мен барлық жарыстарға қатысатынмын. Шығармашылықтан оқу жағына қатысты болсын, любой жарыстарға қатысатын, спорт жағынан болсын. Сондықтан да менің жетістіктерім, грамоталарым өте көп. Мені Төле би мектебінде барлық мұғалімдер таниды десем болады. Бұл әрине, бұл жерде мен прям мақтанып керемет болып атқан жоқпын. Әрине бір жана мақтаныш та бар. Өзімнің алтын ұямда солай жақсы атпенен, жақсы ойменен, естелікпен кеткенім әрине қуанамын. Сондықтан мектепте айтарым, мектепте болсын, универде болсын, белсенді болыңыздар. Өйткені өмір деген өтіп жатыр. Мысалы, мен қазір студентпін, мектептік өмірімді өте жақсы еске аламын. Жақсы моменттер өте көп. Мен мектепке кіріп келгенде де мені барлығы танып, жақсы қарсы алады. Сондықтан да енді аздап студенттік өмірімде белсенді бола алмай жүрмін. Бірақ та оны да қолға аламын деген үміттемін. Мен уже үйге келдім. Мен кеше инстаграмда сіздерге сұрақ жауап жасаған болатым. Бір қыз сұрақ жасады, маған қызықты бір детективный, убийца, маньяк туралы кітаптар айтшы деп. Сондықтан да мен осы жақта да айтып кетейін деп шештім. Кітаптар туралы бөлек видео болады тағы да. Яғни 2019 жылда қандай кітаптар оқыдым деген видео болады. Мен просто Алматыға барғанда түсіргім келеді. Өйткені менің жарты кітабым Алматыда, жарты кітабым мына жақта. Сондықтан да мен осы жақта кітаптардың бәрін жинап Алматыға алып кетемін. Короче, менің ең алғашқы оқыған детективный кітаптарым осы Роберт Гелбрейттің «Зов кукушки» деген кітабы. Осы адамның, осы жазушының 3 кітабы бар. «Зов кукушки», екінші бөлім «Шелкопряд» и «На службе зла». Үшеуі бір детектив туралы, осы 3 кітап қана шығарған өте керемет кітаптар. Осы порядок бойынша оқысаңыздар, прям шынымен де сіздерге егерде сондай жаңағыдай маньяк, серийный убийца дегендер қызық болса, осы кітаптар күшті. Менің осы кітаптан кейін просто мен осыншама детективный кітаптардың бәрін қызығып оқи бастадым. Өте шынымен де керемет кітаптар, мен бәріне ұялмай кеңес бере алатын кітаптарым. Одан кейін жақсы мынау
кітап убийцалар туралы. Қалғандары да жақсы, Агата Кристи, бірақ оларда қатты қорқынышты, қатты маньяк емес, чем мына жақтан қарағанда. Ал Агата Кристиның кітаптары более детективный, а не убийца деген ота қатты жоқ. Көбісі айтады маған ондай арғы жолы мен алдыңғы влогта сұраған болатынмын, сондай видео түсірейін ба кітаптар жайлы деп, біреулер қызық емес дейді, біреулер түсір дейді. Сондықтан да мен түсіремін, кімге қызық сол адам көреді, кімге қызық емес сол адам өткізіп жібереді. И сосын тағы да менің алдыңғы шыққан влогымда, осының алдыңғы шыққан влогымда жаңа бүгін салған болатын, и бірнеше комментарийін оқыдым, и өте көп адам бір түсініспейтін жағдай болып қапты. Біз Айдана деген менің дос қызыма сыйлық берген болатынбыз, оның туған күні болды. И сыйлық ретінде біз бір упаковкаға тәттілер толтырып бердік. Сосын барып астында комментарийда бізді бәрі жамандап жатыр. Бізді болғанда 4 қыз біз жиналып бердік, 4 қызды жамандап жатыр. 4 қыз болып жиналып 19 жастағы қызға тәттілер ғана бергендерің не, ұялмайсыңдар ма деген комментарий просто бұлай. Мен негізінде шын айтқанда в шоке болдым. Біріншіден, сіздер барлық толық нәрсені білмейсіздер, и неге үйтіп айтасыздар. Екіншіден, ол сіздердің вообще не ваше это дело, біз қандай сыйлық береміз, сыйлық бермейміз ба, вообще ол сіздердің жұмыстарыңыз емес. Вот реально келгенде сіздерге вообще қатысы жоқ нәрсе. Үшіншіден, ол біздің бір ғана сыйлығымыз емес, біздің достарымыздың арасында сондай бір дәстүр бар. Яғни біз бірінші главный сыйлықтан бұрын солай бір барлығымыз, қыздардың барлығы жиналып бір сюрприз, сондай подарка береді. Ол подарка типа сюрприз, яғни барлығымыздың атымыздан. Мысалы, маған олар, біз түнгі 12-де бара алмадық, біріншіден қыс болды, баратын машина болмады, и қыздар азақ болды, 4-еуіміз ақпыз. Ал менің туған күнде, мысалы, там 12-де келіп торт, букет берді деген сияқты, біз әр кімнің туған күне сөйтіп барлығымыз жиналып бір ортақ сюрприз береміз. И осы жолғы біздің ортақ сюрпризіміз осы жаңа коробка сладостей болды. И ол жерде вообще ол арзан, біреу айтады 2000 теңгенің сладостарын бере салғандар не деп, ол жақта 2000 теңгенің сладостар емес, ол жерде жаңа үлкен коробка тола сладостилар. Сондықтан да біз одан бөлек, ол вообще ортақ біздің сыйлығымыз болды, яғни сюрприз сияқты. Ал одан бөлек біз барлығымыз ақшадан бөлек әркім өзі ақшалай сыйлық берді. Бізде солай бөлек сюрприз и ақшалай сыйлық береміз. Вот, біз мен ойымша ақшалай мынанша теңге бердік, біз деп ақшалай көрсеткен өте ұят сияқты. Сондықтан да мен оны айтпаған болатынмын, көрсетпеген болатынмын, бірақ та түсініспеушілік комментарийлер өте көп болды. Вот, алдынан соны айтып қойып шешейін деп шешті. Еще көбісі менің штативім жайлы сұрайды. Менің штативім вот мынандай маркада. Бірақ егер штатив алғыларыңыз келіп жүріп іздеп жүрсеңіздер, мен ана аэровокзалдан алдым. Алматы аэровокзал деген жер бар, там телефон, техника дегенде сатады, жөндейді. Бірақ та егер алғыларыңыз келіп пландап жүрсеңіздер, барахолкадан барып алсаңыздар, сіздер намного арзанырақ и күштіректерін табастар. Мынандай светі прям үлкен, қалынырақтарын табастар. Осы бағаға, мысалы, мен аны 22 000-ға алдым, и ана жол барахолкаға барғанда сол бағада бірақ күштіректері тұрды. Сондықтан да барахолкадан барып алсаңыздар, ұтасыздар. Так, достар, бағана соңғы кадрдан кейін апаның үйіне бардық. Одан кейін сағат айтып жібересіз ба? Қазір уже мамам массаж істеп жатыр. Мен күн қанша? 11 болды. Енді 11 болды, бірақ біз ұйқымыз келіп жатыр, өйткені бүгін өте ерте тұрдым мен. Мама и так ұйқысы келіп жатыр. И мен күнде мамаға массаж жасаймын. Мама сізге ұнайды ғой, вот, мамаларыңызға всегда массаж жасап жүріңіздер. Мамаларыңыз ойлап жүріңіздер, ол мамаларға ұнайды. Қазір мен кітап оқымағаны өте көп болды. Кішкене кітап оқысам ба деп тұрмын. Так, достар, мен кітапты оқып біттім. Дама убивает кавалеров деген уже көптен бері оқып жүрген болатын. Просто всегда там сессия болды, кішкене оқып қоям, потом жолда кішкене оқып қоям, солай қолым тимей. Вот, енді бітірдім. Менде азғантай ғана қалған болатын. Кішкентай ана жерін мен жыртқан жоқпын, өзі жыртылып тұрды. Бүгін біттім наконец-то. Жақсы кітап екен. Вот, сағат уже мен 12-де біттім оқып. Бағанан бері сағат 1 болды. Бірден бері инстаграмды реттеп отқан болатым. Ертең күнге план жаздым. Вот, короче, мен енді ұйықтауға кеттім. Так, бүгін ужинға мен ребрышки қазақша қабырғама
Уж қабырғаларды осынан естедім. Картошка и пияз деген вот. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Бүгін бізде уже 24 жұма. Мен қазір ұйқыдан тұрып жатырмын. Мен негізінде ойлағанмын, каникулдың басында ойлағанмын, ой, ерте тұрам, ерте тұруға тырысам, и как всегда күнде кеш тұрам, 5-те, 4-те, білмеймін, қалай реттейтінді бұны. Бүгін бірақта 1:30-да тұрдым, кішкене болсын, ертерек тикші. Өзімнің уақытыма қарағанда, вот, қазір тұрып жатырмын, и дәрілерімді іштім. Айтқан болатын денсаулығыма қарап жүрмін, бірақ әлі қан тапсыруға жете алмай жатырмын. Қан тапсыруға бару үшін ерте тұру керек. От понедельник күні ертерек тұруға тырысам. Қазір дәрілерімді іштім, енді барып завтракымды ішем. Завтрак плюс обед. И бүгін бір тамақты пісіріп инстаграмға салайын деп ойлап тұрмын. Бағанан бері мен духовканы жудым. Бағанан бері кішкене ашып қойдым. Ауасы кіріп, су кепсін деп. Одан кейін вот микроволновканың ішін жудым. Несін табағын жуып қойдым. Вот осының бәрін істедім бағанан бері. Достар, мен еще душқа барып келдім жаңа. Потом барып уже постельдерді түктедім. Мінеки қаншама просто гора постель түктедім. Сіздер вообще постель түктейсіздер ма? Жазып кетіңіздер арасында. Өйткені біреулер постель түктемейді, ол просто керек емес деп ойлайды. Ал біреулер керісінше бүткіл киімін түктейді, даже кейде сүлгі, носкилеріне түктейтін адамдар болады. Мен оларды көргенмін и таңғалған, бірақ та киімді постель түктеу ол тек қана затты түзу, қылдыру емес, ол еще ыстық пар микробтарды өлтіреді. Сондықтан да может быть дұрыс шығар сүлгілерді, түктеген микробтарды өлтіру үшін. Вот сіздер қалай істейсіздер, жазып кетіңіздер. Жақта уже ужин істеп отырмын кешкі, сенде макарондар істемей шештім. Дегенде апамызға істеп жатырмын, апама мама екеуміз кешке жейміз деп шешкен болатын. Апам вообще тауық етін жейміз, сондықтан да апаға макароны. Достар, болды, мен үйдің тіршілігін бәрін бітірдім. Енді қыздарменен отыруға баратырмыз. Көрісуге қыздарымызбенен бізде шуда көп жер жоқ. Баратын Трон деген бір ғана жеріміз бар, сол жаққа барамыз. Алдыңғы влогтан көрген шығарсыздар. И қазір тағы сол жаққа барамыз, тағы түсіремін. Қыздармен кездестік. Мадина, Зарина. Күн сайын кездесеміз ғой Тронда. И вот пицца. Бізде Трон деген, мындай Алматы, шуда көп жер жоқ та қыдыратын. Вот бізде Трон деген жалғыз жеріміз бар. Мында такой молодежный, прям күшті отқанға. И вот мамамен кола ішіп отқан жоқпын. Мен кола қазір ішпей жүрмін, уже бір 10 күн болып қалды. Вот. Достар, біз уже келесі күн кеше келген соң что-то түсіруді ұмытып кетіппін, келіп эфирге шығып кеттім. Кеше прямо эфирда болдым инстаграмда. Мен инстаграмма тікелей ссылканы сіздер астына описаниядан немесе комментариядан таба аласыздар. Эфирге көп шықпаймын, көп адам көп шығуымды сұрайды. Вот кеше сондай күндердің бірі болды. Өте қызықты эфир өткіздім деп ойлаймын. Вот, и қазір мен ана жол кітапты бітірдім дедім ғой. И қазір вот мына кітапты бастадым. Зинка неземной любви дейді. Қазір артын көрсетемін, оқып алыңыздар не туралы екен. Міне қазір видеоны стопқа қойып, не туралы екенін оқысаңыздар болады. Мінекей мынау аты, мынау мазмұны, жазушысы Татьяна Степанова. Стопқа қойып, оқып алыңыздар. Өте қызықты кітап, бірақ та қорқыныштылау екен. Ана жолы оқыдым. Түнде не үшін екенін білмеймін. Түнде оқыдым и түнімен ұйықтай алмай шықтым, қиналып. Мен қатты, фантазиям өте мықты да. И как будто білмеймін, сол шизофреникпін ба, бір нәрсем өзім кейде өз-өзімнен қорқам. Бір нәрсе оқысам, сол өзімнің қасында прям елестеп тұрады, сол оқылған нәрсенің барлығы. Вот. И қазір бізде суббота бүгін 25-і. И мен қазір қонаққа баруға дайындалып жатырмын бөлемнің үйіне. Все, мен дайынмын баруға. Күтіп тұрмын таксимді келетін. Бірінші сондай, мама, сіз бір жаққа баратың. Ондай бір отырысын емес, үлкен кәдімгі қонаққа мені бөлек шақырып жатыр. Бірінші рет мен өстім деген осы шығар. Өзім өте қатты қорқамын өскеннен, сондай үлкейгеннен, сондай бір нем бар. Фобиям дейікші. Қазір өте алаңдап тұрмын, танымайтын ортаға қалай кіретінімді, ешкім танымаймын. Өзім бөлемін менен жездемнен басқа. Вот, сондықтан да қазір көреміз не болатын, қалай болатын.
Мен негізі жаңа ортада мүлдем сөйлесе алмаймын, бірінші болып вообще сөйлей алмаймын, сондықтан да біз көреміз. И кстати, барлығы алдыңғы менің видеомды комментарийға ой қасымды боямаш бір нәрсе деп жатыр. Қараңыздар, менің қазір қасым бірде бір краскасыз тұр. Вот просто гелменен бүйтіп көтердім, болды, басқа ешқандай краска жоқ. Просто мен қасым өзі сондай қара. Қараңыздар, мен Санжарымды көрдік. Біз бұрында бір видеомда түскен, кішкентай кезінде ол кезде. Ссылка тастап кетемін, көріңіздер. Так. Егіз туа ма бір адамда? Все, достар, мен үйдемін. Как всегда, қонақтарға барғанда білесіздер, мен көп түсірмеймін. Өйткені мені көбісін таниды, блогер ретінде біледі де, таныстырады да мен всегда блогер деп. Бірақ та бәрібір енді ұят қой, бірінші көрген бетіне тыкать етіп отқан. Но барымша түсірдім. Мені блогер деп таныстырғаннан кейін 1-2 кадр түсірдім. Өте қызықты болды. Қазір сағат 3 болды, түнгі 3. Ертең тағы кішкене толықтай айтып беретін шығармын. Бірақ та өте қызықты болды. Мен всегда мафия ойын ойнағанға армандап жүретім. Мафия ойынын ойнадық. Прям күшті болды, соны сол ойынды ойнағым келіп жүрген болатын. Вот қазір мен ұйықтайын деп жатырмын. Ертең түскі сағат 1-ге тағы да бір жаққа әпкеміздің үйі қонаққа шақырып соға барамыз. Біз уже келесі кешегі қонақтамыз. Тәтеміздің үйінде Біржан апалары жиналды, иә? Вот, апа жаңалықтында отырдық. Вот, біз ет жеп болдық, шай ішеміз. Күшті конфеткалармен, иә? Всем быть, всем нагадать. Регистрация прошла, как обычно. Қараңыздар, кеше шуда қар жауған болатын түнде. Осы жылы шуда қар өте көп жауды, жақсы қыс болды бізде. Мен аямды галештар. Шуба и галеш. Вот, үйге келдік біз ұжмам екеуміз. Все, достар, біз үйге келдік. Мен сіздер бұрынғы көрермендерім болсаңыздар білесіздер, мен әшекей бұйымдарды жақсы көремін, оларды осылай нетемін, сақтаймын. Мінекей мына жерде менің мынандай сырғаларым тұрады. Көрдіңіздер ме? Андай ілінуге болатын. Мына тесікке салам. Мынада менің моншақтарым тұрады. Мына жерде браслеттер көп болған, мен оны уже тақпайтындарымды лақтырып тастадым. Ал тағатындарым, сағаттарымның барлығы Алматыда. Мына жерде сағаттар тұратын, барлық сағаттардың бәрі Алматыда. Мына жерде менде сақиналар тұрады. Мына жерде менде барлығы чокерлар, өте көп чокерлар тағатынмын мен бұрында. Менде түрлері көп, қолға тағатын чокер. Менде өте түрлері көп болған. Мен фанаты болғанмын өте көп уақыт бойы. Одан кейін менде вот мына жақта мындай цепочкаларым тұрады, өте көп тоже цепочкалар. И мінекей мына жерде менде тағы да сырғалар. Вот мен өте жақсы көремін әшекейлерімді. Қазір мен алып жүргенге ыңғайлы болу үшін сырғаларымды мынандай очкидің несінде сақтаймын. Бұл жерде өте көп новый сырғалар бар. Бұл жерде мен енді күнделікті өмірде көп тағатын сырғаларым. Мысалы, мынаны кеше тақтым. Мынау ана жолы маған сыйлыққа берген комплект. Мынау бар тағы да. Так, қайда кетті? Мінекей мынау екіншісі. И мінекей сақинасы. Мына бұл комплект берілген ана жолы. Егер де қаласаңыздар, бір влогтарымда толық барлығын көрсете алам. Ал кеше маған мынандай тағы бір комплект бердім. Кешегі барған бөлемнің үйі, жезделерім, мынандай короче сырғасы бар. Мынау кулончигі и мынау сақинасы. Ой, аламай жатырмын. Қаншасыншы размер? Вот. Короче, мен киіп көрдім. Менің ортаңғы саусағыма күшті келеді, ана жаққа кішкене үлкенірек. Вот, наладжи қаласаңызда көрсе, мен вот кешені шашып кеткен болатынмын. Мен всегда дайындалғанда осылай барлық заттарымды шашып кетем. Еще мынандай күшті платок берді. Өте әдемі, маған ұнайды.
цветі просто күшті. И вот маған сенбейсіздер, бірақ та менің мына платогым болсын, мына платок, менде вообще барлық менде көретін шарфтар мен платоктардың біреуін сатып алмаған, бәрі осындай сыйлыққа, жаңа жылға, не сондай сыйлыққа, подарокқа келеді, короче. Ешқайсысын сатып алған емеспін, сондықтан да вот тағы да біреу менің коллекцияма келіп қосылды. Енді бұны қазір емес, бірақ та көктемде міндетті түрде менен көретін боласыздар, маған өте қатты ұнады. Гүлзара, рахмет. Вот. Қазір осы мына жердің бәрі шашып тастаған болатын, мына жерде менің альбиниларым тұр. Қазір осылардың барлығын жинаумен айналысамын.